Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мен Шымкент қаласы тұрғыны Марат Қасымбеков. Осы видео жолдауымды Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жолдап отырмын. Құрметті президент Қасым-Жомарт Тоқаев, мен сізден кешегіде Қазақстан және Қытай шекарасын кесіп өткен екі азаматымыз мұрагер мен қастерді саяси баспана беруіңізді талап етемін. Ол біздердің қандастарымыз. Қытайда болып жатқан сонда репрессия, қиыншылықтарға өздері шыдай алмай, өздерінің ет бауыры ата-аналарын, балдарын тастап, осы елімізден көмек сұрап келіп отырғаны баршамызға мәлім. Соны сізге ескерте отырып, өзіңізде қазақсыз, ол бауырларымызда қазақ, әрбір қазақ жалғызым демекші, осы екі жігітке саяси баспана беруіңізді талап етемін. Рахмет.